Өз қызын өгейтіп жетім қылған ана. Екінші бөлім. Барда артылып қалған шараптарды, тойдан артылған көкөністер мен жемістерді, тәттілер мен шырындарды жақын маңдағы дүкенге келісіп сатып жүрді. Сол кездерде банктерде жинақ қоры пайда болып жатқан уақыт еді. Соған тапқан ақшалар мен стипендиядан артылған жинап жүрді. Әсел бір жылда кәдімгідей қаланың қызы болып шыға келді. Соңғы үлгіде киімдерді киіп, боянып, сыланып, тырнақ жасатып жүрді. Әр киімін 4-5 рет киіп сатып жіберетін. Екінші курсты тәмамдаған шақта жинақ қорында біраз ақша жиналып қалған еді. Бірақ та Әсел әлі де жинаймын деп ақшаны шешіп алмады. Бұл уақытта ағасы отбасын құрып ауданда ата-анасына жақын жерде әскери бөлімшеде қызмет етіп жүрген. Ағасының әйелі өте жақсы адам екен. Әселді күйеуі ата-енесі рұқсат етпесе де жасырын араласып жүретін. Аудандық ауруханада медбике болып жұмыс жасаған екен. Бір ұл, бір қызды тәрбиелеп отыр. Ағасының әйелі үнемі күйеуі де басқасы да не себепті Әселді жек көретінін түсінбейді. Кейін күйеуінің әжесінен барып сұраған кезде әжесі осы Әселді ата-анасы Әселді көтергеннен бастап қиындық көрді. Әкесі түрмеге отырды. Сондықтан бұлар Әселді онша жақтырмайды. Себебі Әсел барлығына кінәлі деп ойлайды. Әсел құрсақта жатқанда бізге жақсылық әкелген жоқ деп Әселді онша ұнатпайды деп айтқан екен. Әсел қанша шаршаса да ақша деп жанталасып жүрді. Шілде айының соңы болатын. Әселдің әпкесі Маржан тұрмыс құратын болып ауылға тойға шақырды. Маржанның қолында ақшаға сатып алынған көк бастауыш мұғалімнің дипломы болатын. Ол өзі оқыған университеттің ректорына тұрмысқа шықты. Күйеуі өзінен 9 жасқа үлкен екен. Маржан Әселді тойға әдейі шақырып, өзінің қандай бақытты екенін, тұрмысы жоғары жерге тұрмысқа шығып жатқанын көрсетпекші болды. Әсел қай жерде қандай жұмыс жасап жүргенін ата-анасы білетін. Қазір 2 жұмыста жасайтынын да естіген. Әсел тойға деп бір күнге сұранады. Жақсы деген көйлекті киіп, боянып, әдемі сырға мен моншағын тағады. Салонға барып тырнағын жасатып келеді. Ол дәл той басталатын кезде келеді. Ауылдағылардың бәрінің аузы ашылып қалады. Бұрынғы Әсел жоқ, қазір қалалық Әселге айналған. Бәрі Әселді еңбекқор ретінде танитын. Қалаға барғанын көріп, білісіп жүргендер бар. Кезінде бір ретте болсын жылы сөз айтпаған ата-анасы да қыздарының бұншама жетістіктеріне өз күшімен жеткеніне қайран қалды. Той басталды. Жұрттың бәрінің көзі Әселде. Тіпті болашақ жездесі Мақсаттың да көзі Әселде болатын. Той басталып, бір жігіттен соң бір жігіт кезек-кезек Әселді келіп танысуға ұсыныс жасап жатты. Әсел ешқайсысымен келіспей, менсінбей отырды. Той аяқтала салысымен Әсел қалаға кетті. Арада 2 жыл зулап өтіп кетті. Әселдің қуанышында шек жоқ еді. 4 жыл еңбегі босқа кетпеді. Колледж болса да қызыл дипломы қолында. Көшеде кетіп бара жатып, аялдамадан офиске менеджер керек деген хабарламаны көріп қалды. Телефонына суретке түсіріп алды. Түнімен резюмесін дайындап, біраз қобалжып, ертеңгі күні не боларын ойлайды. Таң атты, таңғы сағат 7. Будильник шырылдады. Әсел ұйқысынан тұрып, жуынып, таңғасын ішіп, ең әдемі киімін киіп дайындалды. Сағат 7:50-де үйден шығып аялдамаға барды. Офис 8:30-да ашылады екен. Әсел дәл уақытында жетіпті. Оны байқаған күзеті таң қалады. Тіпті бастықтың өзі де дәл уақытында келмейді. Әсел офисқа кіріп, бастықтың келгенін күтеді. Бастық жұмысқа келіп, кабинетіне келген кезде, кабинеттің алдында күтіп отырған бір сұлу аруды байқап қалады. Мына отырған сұлу кім екен? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Әсел. Бұл жерде не істеп отырсыз? Мен бұл жерде бастықты күтіп отырмын. Менің ол кісіде, я, бір мәселемен келдім. Сонша кідіріп қорқып сөйлегеніңіз не? Мен сізге тиіспеймін. Бастық керек болса жүріңіз, кіріңіз кабинетке дей бергені сол еді. Бірақ бастық ше, ол келмей ма? Әлде сіз? Я, бастық менмін. Сонша қобалжығаның не? Жарайды. Әсел өз-өзіне таңғалды. Неге сонша бастыққа келгенде қобалжыдым деп ойланып келе жатқанда, Әсел, мына жерге жайғасыңыз. Әсел, сіз бұрыннан осындай қобалжи беретін адамсыз ба? Әлде? Жоқ, мен бұрыннан бұлай қобалжымайтын едім. Бүгін өзіме не көрінгенін түсінбей отырмын. Ондай алғашқы кезде болып тұрады. Резюмеңіз болса берсеңіз. Мінеки. Жап-жас екенсіз. Колледж? Жақсы, қабылдандыңыз. Бірақ та шын ба? Не болды, айта беріңіз. Бірақ та бұл жерде телефон номеріңіз жетпейді. Қазір жазылып алыңыз.
Әсел жұмысқа қабылданып мәз болады. Тіке банкке барады. Сол жерден бұрыннан жинақ қорына жинап жүрген қаражатының аздаған бөлігін шешіп алады. Ақшаны шешіп алған соң сыртқа шығып алдын алмақшы болып жүрген үйдің иесіне хабарласады. Алло, сәлеметсіз бе? Алло, тыңдап тұрмын. Мен үй жарнамасы бойынша хабарласып тұр едім. Иә. Үйдің бағасы қазір қанша? Бағасы 5 миллион теңге. Қаланың қақ ортасында орналасқан 3 бөлмелі. Бөлмелері кең, қабырғаларына заманауи сәнді түс қағаздар жапсырылған. Едені де қазіргі шетелдегі фильмдердегідей. Мәссаған, керемет. Содан кейін айтайын дегенім, қазір шет елдегідей етіп ішінде суы, ваннасы бәрі бар. Бірақ та жиһазы жоқ. Жаңа құрылыс қой енді, не дегенмен. Иә, оған қаражат жетеді. Жарайды. Ендеше ертең сағат 10:00-де кездесеміз. Құжаттардың бәрін сол кезде реттейміз. Ал құжат реттеуге қанша ақша кетеді? Енді оған көп ақша, көп уақыт кетпейді. Біздің компания тез жөндеп береді. Жарайды, сау болыңыз. Әселдің бір күнде 2 есе жол болғанына қатты қуанады. Құрбысы Талшын екеуі бір бөлмелі пәтерді жалдап тұрып жатқан болатын. Талшын әлі сол баяғы ресторанда жасайды. Жақында ол да тұрмысқа шыққалы жатқанын еді. Болашақ күйеуі сол ресторанда администратор болып жұмыс жасайтын. Біраз жылғы тәжірибесі бар Талшыннан 5 жасқа үлкен Ғалым есімді жігіт еді. Әсел үйіне келіп Талшынмен қуанышты хабарын бөліседі. Талшын екеуі түнімен әңгімелесіп өткен өмірлері жайлы айтады. Екеуі де сондай бақытты еді. 4 жыл оқып жүріп, қаншама күн түн демей оқып әрі жұмыс жасап өздерін қамтамасыз етті. Атып, Әсел келіскен жерге межел уақытта жетті. Барса, Наталья әлі келмепті. Bir кезде біреу Әселді түртіп, кешіріңіз, сіз Әселсіз бе? Иә, сіз. Мен Наталья Николаевнамын. Қазақсыз ба әлде орыссыз ба? Мен орыспын, бірақ Қазақстанда тұрғандықтан қазақша сөйлеймін. Қазақ мектебінде оқыған болатынмын. Жүріңіз, офис мына жерде. Құжаттарды сізге тез дайындап берейін. Жарайды. Әсел офисте 1 сағат ішінде құжаттарды жөндеп, ақшасын төлеп үйлі болды. Қуанғанында шек жоқ. Телефонын алып Талшынға хабарласты. Алло, Талшын. Алло, иә, не болды? Құжаттар бітті ма? Иә, Талшын, мен үйлі болдым.